Бийлик өкілдерінің хабарлауынша, дүйсенбі күні таңертең Парижде 2 асы пышағымен 3 әйелге шабуыл жасап, жарақат салған күдіктіні жұмыстан тыс уақыттағы полиция қызметкері ұстады. Қасіретті оқиға қаланың солтүстік-батыс бөлігінде болды. Зардап шеккендердің жастары 19, 24 және 36-та. Олар қазір ауруханада жатыр, ал үшеуінің бірі жүкті екені хабарланды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, әйелдердің екеуінің жағдайы өте ауыр. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, évidemment, je lui rends hommage. C'est un acte courageux. Il n'a donné qu'une identité déclarative. Nous n'avons pas de document à l'appui de cette identité déclarative. Et donc, il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent, évidemment, que je condamne fermement. Et l'individu, nous dit-on, tient des propos incohérents. Ішкі істер министрі Лоған Нунес шабуыл жасаған адамның шатасып сөйлегенін және өзін әйелдерді өлтіру үшін Құдай жіберді деп айтқанын мәлімдеді. Полиция алдымен бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін деп күдіктенген еді. Бірақ қазір оны психикалық ауытқуы бар адамның шабуылы деген болжамға сүйенуде.